Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ажырма тілегімізді білдіре отыра, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Әдеттегідей қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныстыра өтейін. Махамбетова Самал Құлынтайқызы, Ақтөбе автожол колледжі директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Ең алдымен ақпарат ретінде біздің телекөрермендерімізге айта кетейік, біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде Ақтөбе автожол колледжінде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылған болатын. Аталмыш бағдарлама бойынша таныстыра өтсеңіз, біртұтас тәрбие бағдарлама дегеніміз не? Рахмет, сұрағыңызға. Біртұтас тәрбие бағдарламасы деген адами және ұлттық құндылықтарға негізделген бағдарлама. Оның мақсаты біртұтас тәрбиенің баланың бойында ұлттық құндылықтарды, жалпы адамзатқа ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген білімді, білікті, саналы ұрпақты тәрбиелеу болып келеді. Оның мақсаты біртұтас тәрбиенің ата-ананың өсиетін тыңдай білетін бала және отбасының татулығына құрметте алатын және ата-ананың алдындағы өзінің борышын ақтай алатын бала болып келетін міндеті. Осы мақсатта біздер биылғы оқу жылында барлық 2023-2024 оқу жылының ерекшелігі барлық оқу орындар, техникалық және кәсіптік оқу орындарында және мектептерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылды. Осы үрдіспен біздерде қаңтар айының 17-сі күні ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын ашып отырмыз. Оның бірінші мақсаты баланы тәрбиелеу мен оқытуда, оқу орны менен ата-ананың арасындағы қарым-қатынасты нығайту және берекелі отбасы мәдениетін қалыптастыру мақсатында ашып отырмыз. Басты міндетіміз алдымызға қойған осы білім алушылардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында ата-аналарға үздіксіз педагогикалық мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік және психологиялық құзыретін дамытуға үздіксіз педагогикалық көмек көрсету және де баланың тәрбиесінде дамытуда баланы осы ата-аналарға оқу орныменен үздіксіз жұмыс жасау және де ата-ананың алдындағы баланың тәрбиесінде ата-ананың міндетін жауапкершілігін арттыру мақсатында ашып отырмыз. Педагогикалық қолдау орталығы ашылу себебі осы. Және де бұнда басшылық өзі тәрбие жөніндегі орынбасарына жүктеледі осы орталықты жүргізу. Және де оның құрамы бекітілді. Осы құрам бойынша біздер ата-аналарға үздіксіз өзіміздің қолымыздан келген көмегімізді көрсетіп отырамыз. Оның құрамына колледжіміздің білікті мамандары кіреді және де колледжіміздің психологы, әлеуметтік педагогі, заңгері бала тәрбиесіне қатысты қандай сұрақтар болмасын туындаған төңіректе осы орталыққа келіп, екі жақты қарастырып шешуге қолдан келгенше көмектесу мақсатында ашылып отырған орталық. Енді орталықтың ашылғанына көп уақыт бола қоймаса да, жақында ашылды деп өзіңіз айтып жатырсыз, бірақ ата-аналар мен студенттердің қатысуында бір белсенділік байқала ма? Ата-аналармен ең біздерді қуантатын жағдай қазіргі таңда біздердің ата-аналарды сәлде болса селт еткіздік. Неге дейсіз ғой? Өйткені биылғы оқу жылында біздерде әжелер мектебі, аналар мектебі, әкелер мектебі деген мектеп құрылды. Біздер өзіміздің бірінші отырысымызды осы 3 мектептің басын қосып, білім алушыларға бағыт-бағдар ретінде, кеңес ретінде, мысалы, аналар мектебімен, қыздармен, әкелер мектебімен, колледжіміздің ер балаларымен отырыс өткізіп, жаңағы ашық алаңда кәдімгі пікір алмасу іс-шараларын өткізіп жатырмыз. Мақсатында өзіңіз айта өттіңіз ғой, ата-аналар мен студенттердің арасындағы байланысты күшейту деген сияқты. Демек бізде қазір олардың арасында коммуникация өліп бара жатыр дегенді негізге алуға бола ма? Коммуникация мүлдем жоқ деген сияқты. Мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Бірақ та дей тұрғанмен қазіргі таңда ата-ана баланың тәрбиесіне көп көңіл бөлетін уақыт таба алмай қалдық. Бала қазіргі таңда тәрбиеге араласпайды, тәрбиеге араласпайды. Мен мысалы директордың тәрбие жөніндегі орынбасары ретінде ата-аналарменен мысалы біздер балаға қатысты, тәрбиесіне қатысты ата-аналарды шақырып жатамыз. Сол кезде балам тыңдамайды, немесе анасы баласын, баласы анасын түсінбейтін жағдайлар болып жатады. Сол осы орталықта қазіргі таңда осы психолог, әлеуметтік педагогтарымыз арқылы екеуінің арасына, бала мен ата-ананың арасына, ата-ана мен оқу орнының арасында осындай бір жақсы көңіл күй
қалыптастыру мақсатында ашып отырмыз. Орталықтың өзінің атауы да ерекше екен. Ата-аналарды педагогикалық деп басталады. Педагогика дегеніміз ең алдымен ұстаздардың тарапына қарай жүктелетін негізгі жұмыс қой. Бірақ байқасақ, қазіргі кезде мынадай көп болып кетті. Егер баланың оқудағы үлгерімі нашар болса, не болмаса тәрбиесі нашар болса, ең бірінші ата-ана оқытушыларды кінәлап бастайды. Бұл тұрғыда негізі ата-аналардың оқытушылардың жұмысын түсіну үшін және ең басты тәрбиеде оқытушылар емес, үйдегі ата-ана өздері жауапты екенін білу үшін тың жоба деп ойлаймын. Бұл негізі кімнің идеясы болды, қалай жүзеге асырылмақ ендігі жағдайда? Бұл білім біздерде қазіргі таңда Ақтөбе облысында білім басқармасының бастамасы негізінде ол оқу ағарту министрлігінің биылғы таңдағы жобасы. Біртұтас тәрбие аясында қазіргі өзіңіз байқап отырған боларсыз, биылғы таңда балалардың тәрбиесіне ұлттық құндылыққа біз көп жүгінеміз. Өйткені неге біздерде баланың бойында ұлттық құндылықтар жойылып бара жатыр. Сондықтан да ең бірінші балаға мектептен өзіңіз айтқандай оқу орнынан көрі бірінші тәрбиені ол отбасынан алады. Ата-анаға біз осыны ұқтырғымыз келеді. Ал бұны білім ордасымен бірге ұштастырып отырсыздар. Ұштастырып отырмыз. Осыған ең бірінші ата-анаға баланың тәрбиесіне бірінші ол отбасы жауапты, одан кейін бірлесе жұмыс жасау арқылы біз бір нәтижеге жетеміз дегенді осыны ұғындыру мақсатында ашып отырмыз. Негізі бір орталық, не болмаса ұйым құрылған сәтте белгілі бір бағыт бойынша жұмыстану қажет болады. Алдын ала жоспарда, мысалы 5 бағыт бойынша, не болмаса бірнеше бағыт бойынша жұмыс жасаймыз деген сияқты қарастырылады ғой. Бұл орталық қандай бағыттар бойынша жұмыстанбақ? Біздерде ең бірінші бағытымыз бұл ата-анамен жұмыс, тағы да айтып өтем. Екінші бағытымыз педагогтардың ата-аналармен жұмысы. Ата-аналармен жұмысы. Педагогтар ата-аналарға педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға, әлеуметтік психологиялық құзыретін қалыптастыруға үздіксіз педагогикалық көмек көрсетіп отырады ата-анаға қатысты. Білім алушыға қатысты біздер білім алушының құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында, ұлттық құндылықтарды әр баланың бойына сіңіру мақсатында осы екінші бағыт бойынша жұмыс жасап отырмыз. Және де оқу орныменен 3 жақты бірлескен біздерде жоспар бойынша іс-шаралар бар. Ата-анаға баланың тәрбиесіндегі өзінің жіберіп жатырған кемшілігі немесе тағы да басқа тұстарын ұғындыру мақсатында және көмектесу мақсатында осы орталықты ашып отырмыз. Негізі белгілі бір білім ошағы, білім ордасы белгілі бір үйдегі тәрбиеге мүлдем араласа алмайды. Бірақ баланың мәдениетті, этикетті сақтауы, көпшілік ортада сөйлесуі, не болмаса қарапайым өзінің тәрбиесін көрсете білуінің барлығы осы білім ошақтарынан ең алғаш бастау алатындығы белгілі. Осы сәтте бастап үйінде қандай тәрбие алса, сыртқы ортада соны көрсететіндігі белгілі. Енді білім ордасымен бірге үйде берілетін тәлім тәрбиені байланыстырып отырған аталмыш орталық сіздер ашып отырған өзінің миссиясын қалай алып жүрмек? Біздерде осы миссияны атқару барысында біздерде айтып отырмын ғой, бірлескен арнайы педагогтар бар ма жұмыс істейтін? Біздерде осы орталық ашылғаннан кейін бұйрық шықты, бұйрық бойынша оның құрамы бекітілді. Жаңа айтып өткендей колледждің білікті, білімді, тәжірибелі мамандарынан жасақталды. Және де әжелер, әкелер, аналар мектебінің құрамынан адам алынды. Және де колледжіміздің әлеуметтік педагогы, колледжіміздің әлеуметтік психологы және заңгер бұл жерде бұйрық бойынша бекітілді. Осы құрам бойынша жұмысын бақталып кетті. Өйткені қазіргі таңда заңды білмеу ешкімді жазадан құтқармайды ғой. Сондықтан ата-аналарды заңды жағынан сауатын арттыру мақсатында заңгерді біздер қосып отырмыз. Басты мақсатым осы бекітілген құрам бойынша өз жұмысын атқарады. Аталмыш спикерлер, аталмыш ұйымның негізгі мүшелерімен бірге ата-аналар және студенттермен кездесу айына, не болмаса аптасына шамамен қанша рет жоспарланып отыр? Кем дегенде айына бір іс-шара жоспар бойынша жоспарланып отыр, бірақ та жоспардан тыс қазіргі таңда құқық бұзушылыққа байланысты, тағы да басқа бала тәрбиесіне байланысты туындаған сұрақтар болған жағдайда кезектен тыс отырыстар, кезектен тыс іс-шаралар ұйымдастыру жоспарда бар. Бұл негізінен Автожол колледжінің жанынан ашылған деп айтуға әбден болатын шығар. Бірақ егер ата-аналардың тарапынан, өзге бір оқу орындағы ата-аналардың тарапынан сауалдар болса, сіздердің көмектеріңізге жүгіне ала ма, әлде тек Автожол колледжінде оқитын студенттердің ата-аналары ғана қатыса ала ма? Бұл орталық әр оқу орнында ашылды.
Әр мектеп болсын, колледж болсын, сондықтан да әр оқу орнының өзінің ата-аналарды қолдау орталығы бар. Дәл сол сияқты бұл біздердің өзіміздің Ақтөбе автожол колледжінің ата-аналарына арналып ашылып отырған, ата-анамен жаңа айтып өттім ғой, ара қатынасымызды нығайту үшін ашылып отырған орталық бұл. Өзіміздің сол білім алушыларымызға қатысты, ата-аналарына қатысты. Биылғы жылдың тың жобаларының ең алғашқы бастамасы ретінде айтуға болатын шығар. Ал 2023 жылды қандай жетістіктермен қорытындыладыңыздар? 2023 жылды Ақтөбе автожол колледжі жақсы жаңалықпен аяқтадық. Мына WorldSkills деген кәсіби чемпионат бар. Сонда біздің білім алушымыз бірінші орын алып келіп, биылғы таңда мына жыл адамы деген атақты иеленді. Бұл біздерде мына тарихта бірінші рет колледждің білім алушысы бұндай атты иеленген. Сонымен біз мақтан аламыз. WorldSkills чемпионатынан біздер шет мемлекетке жолдама алып отырмыз. Осы біздің білім алушымыз осы Ақтөбе облысының, өңірдің және де республиканың абыройын сол жақта өзінің жаңағы кәсіби жаңағы біліктілігіне байланысты осы намысын қорғауға аттанады бұйырса. Шапқан жерден бәйге алып, атқан жерге дарыған шәкірттеріңіздің қатары көбейе берсін деген ажарма тілегімізбен біз бүгінгі сұхбатымызды қорытындылағымыз келеді. Енді сөз соңында педагог маманы ретінде жалпы субъективті пікіріңізді естігім келіп отыр. Қазір ата-аналардың қатары көп, студенттерде баршылық деген сияқты. Соларға ескертпе ретінде не айтар едіңіз? Не болмаса өзіңіздің кеңесіңіз. Енді бүгінгі біздің эфирімізде кәдеңізге жарасын деген айдармен өтіп отыр. Рахмет. Ата-анаға, балаға айтатынымыз, бұл бала тәрбиесінде ата-ана болсын, оқу орны болсын, барлығымыз бірлесе атсалысуымыз керек. Өйткені біз баланы екі жақты етіп, бір тұлға ретінде дамытып шығаруымыз керек. Ол біздің мақсатымыз, алдымызға қойған міндетіміз десек те болады. Білімді, білікті шәкірт тәрбиелеу. Осы тараптан ата-аналарға, осы кез келген ата-ана, кез келген оқу орнымен баланың өзінің тәрбиесіне байланысты немқұрайлы қарамай, өзінің үлесін қосса, бала жақсы жетістікке жетеді деген ойдамын. Рахмет, ендеше бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз.